Мен келінімді алғаш көрген сәттен-ақ жүрегім біртүрлі шымете қалды. Бұл жай ғана аналық қызғаныш емес еді. Жоқ, бұл ішкі түйсік. Әйел адамның жүрегі ешқашан алдамайды. Ол табалдырықтан аттаған кезде бәрі қуанып мәз болып жатты. Қонақтар, қандай тәрбиелі қыз, өте сыпайы екен деп тамсанып жатты. Ал мен үндемедім. Себебі мен оның көзін көрдім. Иә, дәл сол көзін. Ол ешкімге тіке қарамайды. Әсіресе маған. Бірақ бәрін бақылап тұр. Үйдің әр бұрышын, әр адамның сөзін, әр қимылды. Тым байқампаз. Келін жақсы ма? Деп сұрады көршім кейін. Мен бір сәт ойланып қалдым. Жақсы, сияқты, дедім. Бірақ өз даусымның өзі сенімсіз шыққанын сездім. Сол күннен бастап мен оны бақылауды бастадым. Келінімнің аты Аяулым. Жас, сұлу. Үстінде әрқашан жинақы киім. Сөйлегенде даусы жұмсақ. Көп сөйлемейді. Бірақ тым тыныш. Тым тыныш адамнан қорқу керек. Бірінші күдігім оның үй шаруасына деген қарым-қатынас болды. Алғашқы күннен-ақ бәрін мінсіз істейді. Таңғы астайын, үй тап-таза, кір жуылған. Қалай бәрін үлгеріп жүрсің? Деп сұрадым бір күні. Ол күлімсіреп, үйреніп қалғанмын, мама, деді. Үйреніп қалғанмын. Осы сөз маған ұнамады. Неден үйрендің? Қайда? Бір күні кешке ұлым жұмыстан кеш келді. Мен әдейі ас үйде қалып қойдым. Аяулым телефонмен сөйлесіп тұр екен. Даусы сыбырлап шықты. Жоқ, әлі ерте. Ол сес қалу мүмкін. Менің жүрегім зу ете қалды. Ол кім туралы айтып тұр? Ол деген кім? Мен ыдыс жуып тұрғандай кейіп танытып тыңдадым. Жоқ, күте тұрайық, мен өзім айтам. Деді де телефонды тез өшірді. Ол бұрылып мені көргенде бір сәтке көзіміз түйісіп қалды. Сол сәтте мен бәрін түсіндім. Ол қорықты. Бірақ не үшін? Кіммен сөйлестім? Деп сұрадым салқын дауыспен. Қырбым, деді ол көзін төмен салып. Жалған. Мен оны анық сездім. Сол күннен бастап менің күдігім күшейе түсті. Келесі аптада тағы бір жағдай болды. Түн ортасында оянып кеттім. Су ішкім келді. Ас үйге бара жатқанда келінімнің бөлмесінен жарық көрінді. Есігі сәл ашық екен. Мен жақындап ішіне қарадым. Аяулым чемоданның ішінен бірдеңелерді шығарып отыр екен. Киімдер емес, қағаздар. Бір бума қағаз. Ол бір құжатты қолына алып ұзақ қарап отырды. Сосын жылап жіберді. Менің ішімнен бір нәрсе үзілді. Бұл жай ғана құжат емес еді. Бұл құпия. Үлкен құпия. Сол сәтте еден сықырлап кетті. Ол жалт бұрылды. Біз тағы да көз түйістірдік. Бұл жолы оның көзінде қорқыныш емес, өтініш болды. Мама, деді жай ғана. Мен ештеңе демедім. Артыма бұрылып бөлмеме кеттім. Бірақ сол түні көз іле алмадым. Ертеңіне таңертең мен шешім қабылдадым. Мен шындықты білуім керек. Қандай болса да. Сол күні мен әдейі үйде қалдым. Аяулым дүкенге шығатын айтты. Мен басымды изедім. Ол кеткен соң мен оның бөлмесіне кірдім. Жүрегім қатты соғып тұр. Мүмкін мен қателесіп жүрген шығармын, деп өзімді жұбаттым. Бірақ ішкі даусым, жоқ, бір нәрсе бар, деп қайталай берді. Мен шкафты аштым. Киімдер ұқыпты ілінген. Бәрі мінсіз. Сосын төменгі тартпаны аштым. Сол жерде бір папка тұрды. Мен оны баяу аштым. Алғашқы бетінде жазу тұрды. Менің қолым дірілдеп кетті. Онда туу туралы куәлік деп жазылып тұрды. Бала аты. Мен оқи алмай қалдым. Көзім қарауытып кетті. Бұл мүмкін емес. Мен папканы жауып, орындыққа отыра кеттім. Жоқ, бұл дұрыс емес. Бірақ ішімде бір ғана ой тұрды. Менің келінім бір нәрсені жасырып жүр. Және бұл жай ғана құпия емес.
Бұл бүкіл отбасының тағдырын өзгертетін шындық еді. Мен папканы қайта аштым. Қолым дірілдеп тұр. Бірақ тоқтай алмадым. Қағаздың үстіндегі жазуды анық оқыдым. Аты Әлинұр. Туған жылы 2022. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. 2022. Бұл дегеніміз 2 жыл бұрын. Ал менің ұлым аяулыммен тек 1 жыл бұрын танысты емес пе еді? Демек ол біздің үйге келмей тұрып-ақ менің демім тарылып кетті. Жоқ, деп сыбырладым өзіме. Бұл мүмкін емес. Бірақ бәрі анық еді. Мен тағы бір қағазды қарадым. Анасының аты аяулым Нұрлан қызы. Көзімнен жас ыршып кетті. Мен орнымнан тұра алмай қалдым. Ол бізден неге жасырды? Неге? Сол сәтте есік сықырлады. Мен селк ете қалдым. Мама, сіз мұнда не істеп жүрсіз? Аяулым. Ол күткеннен ерте келген. Мен бұрылып қарадым. Қолындағы қағазды тыға алмай қалдым. Біздің көзіміз түйісті. Бұл жолы ол бәрін түсінді. Бір сәт үнсіздік орнады. Өте ауыр, тұншықтыратын үнсіздік. Бұл не? Дедім ақырын. Бірақ даусым дірілдеп кетті. Ол жақындап келді. Көзінде жас. Мама, мен түсіндіре аламын. Түсіндіресің бе? Даусым еріксіз көтеріліп кетті. Сен бізге кім болып келдің өзі? Ол басын төмен салды. Мен келініңізбін. Жоқ, дедім қатты. Сен өтірікшісің. Ол селк ете қалды. Бірақ қарсы жауап қайтармады. Тек көзінен жас ағып тұрды. Бұл бала кім? Дедім қағазды көрсетіп. Ол бір сәт үнсіз қалды. Сосын сыбырлап, менің балам, деді. Жүрегім тағы бір рет шым етті. Мен бұл сөзді естірім келмеген еді. Сонда сен... Сөзім аяқталмай қалды. Я, деді ол. Мен бұрын тұрмыста болдым. Бөлме айналып кеткендей болды. Сен ажырасқансың ба? Ол басын шайқады. Жоқ. Онда? Ол көзін жұмды. Ол қайтыс болды. Мен үнсіз қалдым. Бұл жауапты күтпеген еді. Неге айтпадың? Дедім біраздан кейін. Қорықтым, деді ол ақырын. Неден қорықтым? Сізден, қоғамнан, ұлымыздан. Ол жылап жіберді. Егер білсеңіздер, мені қабылдамайсыздар деп ойладым. Мен ашуланып тұрдым. Бірақ оның сөздері жүрегіме тиіп жатты. Ал менің ұлым ше? Дедім. Оған да айтпадым ба? Ол үнсіз қалды. Бұл жоқ деген жауап еді. Сен не істеп жүрсің өзі? Дедім. Бұл алдау, үлкен алдау. Мен оны жақсы көремін, деді ол көзіме қарап. Шынымен. Жақсы көрсең неге өтірік айтасың? Ол жауап бере алмады. Сол сәтте мен бір нәрсені түсіндім. Бұл қыз жаман емес. Бірақ ол қорқып жүр. Өте қатты қорқып жүр. Бала қайда? Деп сұрадым бірден. Ол селк ете қалды. Мама, жауап бер. Ауылда анаммен бірге. Мен көзімді жұмдым. Бір сәтке бәрі тыныш болып кетті. Бірақ ішімде дауыл соғып тұр. Сен енді не істемексің? Дедім суық дауыспен. Мен өзім айтамын, деді ол. Қашан? Жақында. Жоқ, дедім қатты. Бүгін айтасың. Ол қорқып кетті. Жоқ, мен дайын емеспін. Сен дайын емессің бе? Ал біз ше? Осы кезде есік ашылды. Ұлым келді. Мама? Аяулым? Не болды? Біз екеуміз де қатып қалдық. Мен аяулымға қарадым. Ол басын шайқады. Айтпа дегендей. Бірақ мен енді тоқтай алмадым. Бұл өтірік тым ұзаққа созылды. Мен ұлыма қарадым. Балам, мен саған бір нәрсе айтуым керек. Аяулым, жоқ, деп айқайлап жіберді. Бірақ кеш еді. Мен сөзімді бастап кеткен едім. Сенің әйелің... Жүрегім дүрсілдеп тұр. Оның баласы бар. Үй іші бір сәтте тып-тыныш болып кетті. Ұлым қатып қалды. Не? Ол аяулымға қарады. Бұл рас па? Аяулым жылап тұр. Сосын жай ғана. Я,
деді. Сол сәтте мен ұлымның көзіндегі өзгерісті көрдім. Сенім бір сәтте жоғалды. Сен маған айтпадың ба? Аяулым үндемеді. Неге? Деді ол сыбырлап. Аяулым жылап. Қорықтым, деді. Ұлым арқа бір қадам шегінді. Мен сені мүлде танымаймын екен. Бұл сөз жүретті тіліп өтті. Мен сол сәтте түсіндім. Бұл тек бастамасы ғана. Ал ең ауыр шындық әлі алда еді. Үй ішіндегі тыныштық бұрын соңды мұндай ауыр болмаған. Ұлым диванның шетіне отырып қалды. Екі қолын басына қойып, ұзақ үнсіз отырды. Аяулым бір бұрышта жылап тұр. Ал мен орнында қатып қалғандаймын. Бәрі өзгерді. Бір сәттім ішінде. Бұл қашаннан бері? Деді ұлым ақырын. Үйленбей тұрып, деді аяулым. Даусы әрең шығып тұр. Неге айтпадың? Жауап жоқ. Тек көз жасы. Сен мені алдадың, деді ол. Бұл сөзді естігенде аяулымның иығы селк ете түсті. Мен сені жақсы көремін, деді ол жылап. Жоқ, деді ұлым суық дауыспен. Егер жақсы көрсең, шындықты айтатын едің. Мен араласқым келді. Бірақ бұл олардың арасындағы нәрсе. Мен тек бақылап тұрдым. Баланың әкесі кім? Деді ұлым кенет. Аяулым үндемеді. Жауап бер, деді ол қаттырақ. Аяулым көзін жұмды. Ол менің күйеуім еді. Еді дейсің бе? Қайда ол? Аяулым бір сәт үнсіз қалды. Сосын, ол тірі емес, деді. Ұлым тоқтап қалды. Қалай? Қайтыс болды. Аяулым бір сәтке демін ішіне тартып. Жол апаты, деді. Мен оның даусының дірілін байқадым. Бірақ бір нәрсе дұрыс емес еді. Мен оны сездім. Қашан болды бұл? Дедім мен. Аяулым маған қарады. Көзінде тағы да қорқыныш. 2 жыл бұрын. Тағы да сол сан. 2022. Бірақ бір нәрсе сәйкес келмейді. Сен бұрын тұрмыста болғаныңды ешкімге айтпадың ба? Дедім. Жоқ. Тіпті менің ұлыма да? Жоқ. Мен басымды шайқадым. Бұл енді жай ғана қорқыныш емес. Бұл әдейі жасырылған шындық. Оның суреті бар ма? Деп сұрадым кенет. Аяулым бір сәт ойланып қалды. Жоқ, деді. Жалған. Мен бірден түсіндім. Қалайша жоқ, дедім. Күйеуім болса, суреті болу керек қой. Мен бәрін өшіріп тастадым. Неге? Өткенді ұмытқым келді. Мен оған ұзақ қарадым. Бұл сөздер шындыққа ұқсамайды. Аяулым, дедім баяу. Сен бізге бәрін айтып отырған жоқсың. Ол үндемеді. Тек көзін төмен салды. Бұл мойындау. Тағы не бар? Дедім. Ұлым да оған қадала қарады. Айт. Бөлме іші тып-тыныш. Секундтар сағаттай созылды. Аяулым ақырын отырды. Қолдары дірілдеп тұр. Мен сіздерге бәрін айта алмаймын. Неге? Деді ұлым. Өйткені... Ол тоқтап қалды. Өйткені не? Ол көзін көтерді. Бұл жолы оның көзінде тек қорқыныш емес. Ұят та бар еді. Ол менің күйеуім болған жоқ. Бөлме тағы да тып-тыныш. Мен демалуды ұмытып кеткендеймін. Не? Деді ұлым сыбырлап. Біз ресми некеде болған жоқпыз. Мен орнымнан тұрып кеттім. Сонда сен... Сөзім шықпай қалды. Иә, деді ол. Ұлым қабағын түйіп. Демек сен маған басынан бастап өтірік айттың, деді. Мен... деді аяулым. Жоқ, деді ол қатты. Ештеңе айтпа. Менің ішім күйіп бара жатыр. Бірақ, сонымен қатар, мен бір нәрсені түсініп келе жатырмын. Бұл қыздың өмірі оңай болмаған. Ол адам кім еді? Деп сұрадым. Аяулым көзін жұмды. Ұзақ үнсіз қалды.
Сосын, ол жаман адам еді, деді. Қалай жаман? Ол дірілдеп кетті. Ол мен ұратын. Жүрегім шым ете қалды. Ұлым да үнсіз қалды. Мен жүкті болғанда, ол мені тастап кетті, деді ол жылап. Сонда, ол тірі ме? Дедім бірден. Аяулымын демеді. Бұл жауаптан да ауыр еді. Ол тірі ме? Дедім қаттырақ. Иә, деді ол сыбырлап. Бөлме іші мұздай болып кетті. Мен орындыққа отыра кеттім. Демек, дедім баяу. Сен бізге тағы да өтірік айттың. Аяулым басын төмен түсірді. Мен қорықтым. Ұлым орнынан тұрды. Көзінде ашу. Бәрі өтірік. Бәрі. Ол есікке қарай жүрді. Балам, дедім. Бірақ ол тоқтамады. Есікті қатты жауып шығып кетті. Аяулым жылап отыр. Мен оған қарадым. Бұл жолы ашуым азайғандай. Орнына. Ауыр ой келді. Бұл оқиға әлі аяқталған жоқ. Ең қорқыныштысы сол адам, яғни баланың әкесі. Әлі тірі. Және мен ішіммен сеземін. Ол қайта келеді. Сол түн. Мен өмірімде ешқашан ұмытпайтын түн болды. Ұлым үйге қайтпады. Телефон соқтым. Көтермейді. Хабарлама жаздым. Жауап жоқ. Ал аяулым ас үйдің бұрышында отырып үнсіз жылады. Мен алғаш рет оны аяп кеттім. Бірақ бәрібір. Жүрегім толық жұмсара алмады. Өйткені оның өтірігі тым ауыр еді. Түнгі сағат 3. Мен әлі ұйықтай алмадым. Сол кезде есік қағылды. Қатты. Қайта. Жүрегім зу ете қалды. Ұлым шығар, деп ойладым. Есікті аштым. Бірақ, бұл менің ұлым емес еді. Босағада бір ер адам тұр. Бейтаныс. Бірақ көз қарасы суық. Қараңғыда да оның жүзі қатал көрінеді. Бұл аяулымның үйі ме? Деді ол. Даусы дөрекі. Менің денем мұздап кетті. Сіз кімсіз? Дедім сақтанып. Ол жымиып қойды. Сол жымиыс маған ұнамады. Мен ескі танысымын. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Сол сәтте ішімнен бір дауыс. Бұл сол адам, деді. Мұнда келмеуіміз керек, дедім мен. Бірақ ол есікке тіреліп тұр. Маған аяулым керек. Ол ұйықтап жатыр. Оят. Оның даусы бұйрық сияқты шықты. Мен ашуланып кеттім. Сіз кімсіз өзі? Ол маған тіке қарады. Мен оның баласының әкесімін. Сол сөзді естігенде менің аяғым қалтырап кетті. Барлығы шын. Ол расында келген. Кетіңіз, дедім қатты. Бізге сіздің керегіңіз жоқ. Ол күліп жіберді. Маған сендердің не ойлайтыным маңызды емес. Бұл үйге кірмейсіз. Бірақ дәл сол сәтте аяулым пайда болды. Ол дәлізде тұр. Бет аппақ. Көзінде қорқыныш. Сен, деді ол сыбырлап. Ер адам оған қарап, иә, мен, деді. Бөлмеші суық тартып кеткендей. Неге келдің, деді аяулым. Даусы дірілдеп тұр. Баланды көруге. Сенің балаң жоқ. Бар. Әлинұр, менің ұлым. Мен араға түстім. Сен оған жақындай алмайсың. Ол маған ашулы қарады. Бұл сенің шаруан емес, кемпір. Менің қаным басыма шапты. Сөйлегене қара. Бірақ ол мән бермеді. Көзін аяулынан алмай тұр. Сен мені тастап кеттің, деді аяулым. Жоқ, сен өзің кеттің. Өйткені сен мені ұратын едің. Ол иығым қиқан еткізді. Еркекпін, ашуланам. Бұл сөз мені шошытты. Сен өзгермегенсің, деді аяулым. Ал сен өзгердің бе? Бай тауып алыпсың. Оның сөзі ащы шықты. Мен араға тағы түстім. Бұл жерден кет! Сол кезде есік тағы ашылды. Ұлым. Ол кіріп келді. Көзі қызарып кеткен. Не болып жатыр? Біз үнсіз қалдық. Ал әлгі ер адам күліп жіберді.
О, күйеу келді ме? Ұлым оған қарады. Сен кімсің? Мен бе? Деді ол жайбарақат. Мен сенің әйеліңнің өткенімін. Ұлымның жүзі өзгеріп кетті. Не? Аяулым, өтінем, деді. Бірақ кешеді. Бұл менің баламның әкесі, деді ұлым. Аяулым үнсіз. Бұл, иә. Ұлым жұдырығын тиді. Сен мұнда не істеп жүрсің? Баламды алуға келдім. Не? Мен шошып кеттім. Сенің оған ешқандай құқығым жоқ. Құқығым бар. Ол менің қаным. Аяулым жылап. Сен оған жақындай алмайсың. Көрерміз. Оның көзіндегі суықтық қауіп деді. Ұлым алға шықты. Егер тағы да келсең, не істейсің? Мен сені бұл үйге жолатпаймын. Ер адам күліп. Көрейік? Сосын бұрылып кетіп қалды. Есік жабылды. Бірақ оның көлеңкесі үйде қалғандай болды. Аяулым жылап отыр. Ұлым үнсіз. Ал мен бір нәрсені анық түсіндім. Бұл енді жай ғана отбасы мәселесі емес. Бұл қауіп. Сол адам қайта келеді. Және келесі жолы ол жай сөйлесіп кетпейді. Сол түннен кейін біздің үй бұрынғыдай болмады. Әр дыбысқа елеңдейміз. Әр есік қағылған сайын жүрегіміз тоқтап қалғандай болады. Аяулым мүлде өзгеріп кетті. Көзінің астында көгерген іздер пайда болды. Ұйқы көрмейді. Үнемі терезеден сыртқа қарап отырады. Бір нәрседен күтіп отырғандай. Немесе бір нәрседен қорқып отырғандай. Ол қайта келеді, деді бір күні сыбырлап. Мен үндемедім. Себебі мен де соны сезіп жүрмін. Ұлым да тыныш емес. Бұрынғыдай күліп сөйлеспейді. Көбіне телефонға үңіліп, біреумен сөйлесіп жүреді. Полицияға хабарласайық, дедім. Дәлел жоқ, мама, деді ол. Ол бізді қорқытып жүр. Бірақ ештеңе істеген жоқ әлі. Әлі деген сөзі жүрегімді ауыртты. Бір апта өтті. Біз оны көрмедік. Бірақ тыныштық жалған сияқты болды. Сол күні таңертең бәрі қалыпты басталды. Мен ас дайындап жүрмін. Ұлым жұмысқа кетуге дайындалып жатыр. Аяулым телефонға қарап отыр. Кенет оның жүзі өзгеріп кетті. Не болды? Дедім. Ол жауап бермеді. Телефонын маған көрсетті. Хабарлама. Бейтаныс нөмірден. Баланы көргім келеді, бүгін. Әйтпесе өзім аламын. Менің қаным мұздап кетті. Бұл, ол ма? Аяулым басын изеді. Ұлым телефонды жұлып алды. Қайдасың? Деп жазды. Бірақ жауап болмады. Біз ауылға барамыз, деді ұлым бірден. Қазір ме? Иә, баланы алып келеміз. Бұл дұрыс па? Дедім. Ол баланы қорғай алмайды, мама, деді ол аяулымға қарап. Бұл сөз ауыр тиді. Бірақ шындық еді. Біз 1 сағаттың ішінде жолға шықтық. Жол бойы ешкім сөйлемеді. Тек машинаның үні. Және ішіміздегі қорқыныш. Ауылға жеткенде аяулымның анасы бізді таңырқап қарсы алды. Не болды? Әлинұр қайда? Деді аяулым бірден. Үйде ғой? Біз ішке кірдік. Кішкентай бала бұрышта ойнап отыр. Менің жүрегім елжіреп кетті. Ол сондай бейкүнә. Ештеңеден хабарсыз. Әлинұр, деді аяулым жылап. Бала жүгіріп келіп, оны құшақтады. Анашым. Бұл көрініс жүректі ауыртты. Бірақ бізде уақыт жоқ еді. Біз оны алып кетеміз, деді ұлым. Неге? Деді әжесі. Аяулым бәрін түсіндірді. Әжесінің көзіне жас келді. Ол қайта келді ме? Иә. Біз тез жиналдық. Баланы көлікке отырғыздық. Мен оның жанында отырдым. Ол маған қарап, сіз кімсіз? Деді. Мен күлімсіреп. Мен сенің әжеңмін. Ол қуанып кетті. Ал менің жүрегім жылап тұр. Қайтар жолда бәрі тыныш болды. Бірақ кенет ұлым тежегішті қатты басты. Не болды? Алдымызда, жолдың ортасында бір көлік тұр. Таныс көлік. Есік ашылды. Сол адам шықты. Баяу,
сенімді, қорықпайды. Мен айттым ғой, деді ол күліп. Менің денем мұздап кетті. Баланы беріңдер. Жоқ, деді аяулым айқайлап. Ұлым көліктен түсті. Жолдан кет. Алдымен баламды бер. Ол сенің балаң емес. Ыңқы жасайық па? Оның сөзі суық шықты. Аяулым жылап. Сен оған лайық емессің. Маған бәрібір. Ол менікі. Ол көлікке жақындай бастады. Мен баланы құшақтап алдым. Қорықпа, дедім оған. Бірақ өзім дірілдеп тұрмын. Сол сәтте ол есікті ашпақ болды. Ұлым оны итеріп жіберді. Қолымды тигізбе! Екеуі төбелесіп кетті. Мен айқайладым. Аяулым жылады. Бала қорқып кетті. Бұл жай ғана сөз емес еді. Бұл соғыс. Және мен түсіндім. Егер біз қазір бірдеңе істемесек, біз баладан айырылып қалуымыз мүмкін. Жолдың ортасындағы сол сәт. Барлығы бір сәтте өзгерді. Ұлым мен әлгі адам төбелесіп жатты. Айқай, жылау, қорқыныш. Ал мен баланы құшақтап тек бір нәрсені ойладым. Оны қорғау керек. Тоқтағдар, деп айқайладым бар даусыммен. Бірақ ешкім тыңдамады. Сол кезде аяулым жүгіріп барып екеуінің арасына түсті. Жетеді! Оның даусы бәрін тоқтатты. Екі еркек те тоқтап қалды. Сен не істеп жүрсің? Деді әлгі адам ашулы. Мен анамын, деді аяулым. Оның даусы алғаш рет батыл шықты. Қорықпай, дірілдемей. Сен ана емессің, деді ол. Сен оны менен тартып алдың. Жоқ, деді аяулым. Сен өзің бас тарттың. Бір сәт үнсіздік орнады. Есіңде ме? Деді ол көзінен жас ағып. Мен жүкті екенімді айтқанда сен не дедің? Ер адам үндемеді. Керегі жоқ бала, дедің. Бұл сөз бәрін тіліп өтті. Менің жүрегім шүмете қалды. Ұлым да тоқтап қалды. Ал енді 2 жылдан кейін келіп, балам дейсің бе? Аяулым жылап тұр. Бірақ бұл әлсіздік емес еді. Бұл шындық. Ер адам ашуланып. Ол кезде басқаша еді, деді. Жоқ, деді аяулым. Сен ешқашан өзгермейсің. Сол сәтте бала жылап жіберді. Анашым. Бәріміз соған қарадық. Кішкентай, қорқып кеткен. Бірақ анасына қарай қолын созып тұр. Аяулым жүгіріп барып оны құшақтады. Мен осындамын. Қорықпа. Мен сол сәтте бәрін түсіндім. Ана деген осы. Қан емес, жүрек. Ұлым баяу жақындады. Балаға қарады, сосын аяулымға. Бұл бала, деді ол ақырын. Иә, деді аяулым. Сен оны жалғыз өсірдің бе? Иә. Ұлым ұзақ үнсіз тұрды. Сосын ол күтпеген нәрсе айтты. Онда енді жалғыз емессің. Мен таң қалдым, аяулымда. Ме? Деді ол. Мен сендерді тастамаймын, деді ұлым. Бірақ мен саған өтірік айттым. Иә, айттың. Бір сәт тыныштық. Бірақ сен жаман адам емессің. Аяулым жылап жіберді. Бұл жолы жемілдеп. Ер адам ашуланып. Бұл не, спектакль? Бұл отбасы, дедім мен. Ол маған ашулы қарады. Сенің бұл жерде орның жоқ, дедім. Мен қайтып келемін. Жоқ, деді ұлым. Даусы қатты, нық. Біз заңмен сөйлесеміз, деді ол. Ал сен бізден аулақ жүресің. Ер адам үндемей қалды. Алғаш рет оның сенімі кеткендей болды. Ол бізге қарап тұрды. Сосын бұрылып көлігіне отырды. Және кетіп қалды. Жолда тыныштық. Бірақ бұл жолы қорқынышты емес, жеңіл. Мен артқа қарадым. Аяулым баланы құшақтап отыр. Ұлым олардың жанында. Сол сәтте мен түсіндім. Мен қателескен екенмін. Мен келінімді тексердім, күдіктендім, айыптадым. Бірақ ол жай ғана бақыт іздеген қыз еді. Аяулым, дедім ақырын. Ол маған қарады.
кешір мені. Оның көзіне жас келді. Жоқ, мама, сіз дұрыс жасадыңыз. Жоқ, мен ана ретінде сені түсінуім керек еді. Ол маған жақындады. Бірінші рет. Маған өзі құшақтады. Рахмет деді. Не үшін? Бізді қабылдағаныңыз үшін. Мен баланың басынан сипадым. Бұл енді біздің бала. Күн батып бара жатты. Жаңа өмір басталып келе жатты. Кейде шындық ауыр болады. Бірақ сол шындық бізді біріктіреді. Себебі нағыз отбасы қанмен емес, жүрекпен құрылады.